Құрметті Төтенше жағдай министрлігінің қызметкерлері, өрт сөндірушілер, құтқарушылар, офицерлер мен сержанттар, профессорлық оқушыларым және курсанттар, баршаңызды келе жатқан кәсіби мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Осы соңғы жылдары біздің қызмет өте маңызды және де өте қажет екені бәрімізге мәлім. Зардап шеккен халыққа көмекті біз дереу көмек беріп, және де шетел елдерінде біздің президентіміздің тапсырмасы бойынша өз жұмысымызды атқарып жатырмыз. Түркия және де Ауғанстанда болған жер сілкінісіне біздің құтқарушыларымыз белсенді қатысып, өзінің жоғарғы деңгейде маман екендерін көрсетіп, біздің республикамыздың мәртебесін жоғарғы деңгейде көрсетті. Сол себептен енді алдымызда тұрған өте үлкен жоспарлар бар. Ең біріншіден ол төтенше жағдайды болдырмау. Сол себептен біз барлық күшімізді осы мәселеге қозғауымыз керек. Баршаңызға осы сәтті пайдалана отырып, зор денсаулық тілеймін. Қажымас қайрат, өздеріңіздің жұмыстарыңыз алға баса берсін. Жақсы үлкен жетістіктерге жете берейік. Аспанымыз ашық болсын. Тек қана жақсылықта жұмысымызды атқара беретін болайық. Рахмет.